Ежелгі адамдар алғашқы кезде табиғатта дайын күйінде берген өнімдерді пайдаланды. Олар жабайы жеміс жидек теріп, аң аулап, балық ұстады. Мұндай шаруашылық иемденуші шаруашылық деп аталды. Уақыт өне келе ауа райы жылынды, өсімдіктер көбейді. Адамдар жабайы дәндердің жерге түскеннен кейін қайта өсетінін байқады. Осылайша егіншіліктің алғашқы белгілері пайда болды. Егіншілік адамдарды бір жерде тұрақтап өмір сүруге үйретті. Мал шаруашылығы азық-түлік қорын көбейтуге азайтып, қоғамның дамуына жол ашты. Бұл өзгеріс тарихта неолиттік төңкеріс деп аталды. Адамдар дайын өнімді иемденуден егіншілік пен мал шаруашылығы сияқты өнім өндіруге көштіліктен бұл өндіруші шаруашылық деп аталады. Сонымен қатар адамдар кейбір жабайы жануарларды қолға үйрете бастады. Кейін қой, ешкі, сиыр, жылқы сияқты жануарлар қолға үйретілді.